Саламатсыздар ма? Қазіргі уақытта нейрожелі тақырыбы актуальны болып жатыр. Сонымен қатар нейрожелісіне байланысты бағдарламалар қазір өте көп, ақылы түрі де бар, тегін түрі де бар. Сол нейрожелілердің бір түрі Recraft деп аталады. Яғни Recraft деген нейрожелісі арқылы біз әртүрлі описание бойынша, сипаттамасы бойынша фоталы суреттер, әртүрлі иконкалар құрастыра аламыз. Сонымен қатар бұл бағдарламаның, бұл сайттың үлкен бір плюсы бұл тегін жұмыс жасайды. Яғни ешқандай төлем жасаудың қажеті жоқ. Мінекей мен Яндекске Recraft деп жаздым. Мінекей кірдік. Енді Get Recraft Free деген батырманы басасыздар. Сөйтіп бұл сайтқа Google аккаунт керек болады. Google аккаунтпен кіресіздер. Сонымен қатар мінекей галерея деген басайық. Ішіндегі әртүрлі жұмыстарды көріп шыға аламыз. Мінекей қараңыздар. Осы Recraft арқылы мінекей мынандай атаны құрастырған әртүрлі гүлдерді, пончиктер, яғни сіздің сипаттамаңызға байланысты әртүрлі суреттерді шығарып береді. Қараңыздар, өте керемет. Мінекей, мысалы мына атаны алайық, әдемі екен. Атаны бастаңыздар, қараңыздар, мында текст қалай жазылғандығы тұр. Сонымен қатар нейрожелінің тілі ағылшын тілі. Сол себепті запрос жасаған кезде көбіне ағылшын тілінде жазамыз. Сол себепті мінекей Яндекс переводчикті ашып қойдым. Яндекске кіріп, қасына қазақша жазып, оны ағылшын тілінде аударып, сол бағдарламаның запрос қоятын жеріне жазып қоя бересіздер. Мінекей мына бір сөзді копировать етіп алайын. Сонымен қатар мінекей hand drawn деген бізге жаңағы стильді қолданған екен. Ары қарай жалғастырайық. Мінекей сайтқа кіреміз. Get Recraft Free деп басамыз. Жаңа мен галереясын көріп шыққан болатынмын. Мінекей логин батырмасы, болмаса Get Recraft Free батырмасын басу арқылы өзіміздің Google аккаунтымызға кіреміз. Мінекей өзіміздің Google аккаунтымызға кіргеннен кейін Create New Project деп басамыз. Жаңа проект құрастырамыз. Loading деп загрузка болып жатыр. Мінекей кірді. Старт батырмасын басасыздар. Мінекей сол жақ бетте құралдар сайманы тұр. Мына жерде біз запростарды өшіре саламыз. Мұнда біз өзімізге қажетті дизайн түрін таңдаймыз, стиль түрін таңдаймыз. Мінекей қараңыздар, әртүрлі дизайн стиль түрлері бар. Мысалы мен Glow деген таңдайын. Сөйтіп, мұнда описание жазамыз. Мысалы біз жаңағы атаның сөзін копировать жасап, мінекей гитарасында рок-н-ролл, бие комикстердің әзіл сықақ кітабы дейді. Жаңағы атаның описаниясын қояйын осында. Және Recraft деген батырманы басамыз. Яғни біз мұнда өзіміз қалаған описаниядағы, өзіміз қалаған сипаттамадағы сөздерді жазып, соған байланысты нейрожелінің көмегімен суреттер ала аламыз. Мінекей қараңыздар, жаңағы фотоға мүлдем ұқсамайды, басқа дизайнда. Мінекей атаның суреті шықты. Осылай мұнда Save деген батырманы басып, жүктеп ала бересіздер. Сосын мұнда Remove Background батырмасын басу арқылы артқы фонын алып тастауға болады. Сөйтіп сіздер PNG форматта, өздеріңіз қалаған форматта, мінекей JPEG форматында Save деген батырманы басып, тегін жүктеп ала бересеңіздер болады. Мінекей жүктеліп тұр. Енді ары қарай мұнда мен өзім қалаған School Kazakh Girl деп жазайық. Kazakh Girl School Kazakh Girl with long hair, ұзын шашты, Kazakh ornament деген қосылсайын, Recraft деген батырманы басамыз. Енді күтеміз. Мұнда біз стиль түрінде өзгертсеңіздер болады. Загрузка болып жатыр. Сол секілді жаңа галереяға кіріп, өзіңіз ұнатқан фотоның осындай описаниясын алып, басқа түрлерін көріп шығуға болады. Мінекей қараңыздар, осындай бізге қазақ қызы деп осындай фотоны шығарып тұр. School Little Girl деп жазайық, кішкентай қыз деп. School ұзын мектеп оқушысы деп. Яғни мұнда описание қарай, сипаттамаға қарай бізге нейрожелі әртүрлі суреттер шығарып беретін болады. Мінекей қараңыздар.
мінекей мынау әдемі болып шықты. Осыны мінекей сейв деп жүктеп ала бересіздер. Енді мына glow дегеннің орнына мен векторный графиктан таңдайын, cartoon деген таңдайын, recraft батырман басамыз. Яғни біз мультяжный фотоны алып, әртүрлі презентацияларға қолдана берсек болады. Яғни бұл фотолар Google-да жоқ, нейрожелі өзі құрастырып беретін жаңа фотолар, жаңа фотосуреттер. Неге бізге мынандай бір қызықты осындай фотоны шығарып беріпті.